Күн бұлтты екен. 8:22. Алланы көрдіңіз. Так, екінші қабаттамыз қазір. Сағат 9-дардың шамасында жаңбыр күтіледі деп жазылған екен. Әзірге белгісіз бірақ. Өскеменнің көшелері. Тып-тыныш, адам жоқ сияқты қалада екен. Сделаем. Видюшка сделаем. Өскеменнің ең ұнаған бір қасиеті бұл әрине жасыл желектері. Қазір Ертіс өзеніне қарай бара жатырмыз. Алдымызда бір церковь бар екен. Бұйырса кіре алатын болсақ, соған кіріп көргіміз келіп тұр. Міне осы церковь. Мамыражай Өскемен. Өте сабырлы қала екен ғой. Бәрібір де кірмеуді жөн көрдік. Енді Ертіске қарай кетіп бара жатырмыз. Міне алдымызда Ертіс жағалауы. Ертіс жағалауы. Керемет. Ешқайда асықпайтын жай барахат Өскемен. Керемет. Міне біз жаңа Ертістің жағалауында тұрмыз. Соның жанында сондай тегін туалеттер орналасқан екен. Өскеменнің құстарына дейін мәдениетті ғой. Там саспайды ғой. Осындай құсты қайдан көрдіңіздер? Міне, нағыз модель. Түймедақ, роза гүлдері өсіп жатыр үйдің ауласында. Күшті. Өскемен білім инновация лицейінің жанынан өтіп бара жатырмыз. Кім? Өзім.
Sen yol mu çekimde mi? Өскемендерде әлі күнге дейін осындай танкілер сақталыпты ұлттық паркінде. Бір қызығы мына жерде, мына теректердің ар жағында Лениннің мүсіні бар екен. Соған таң қалдық, әлі күнге дейін сақталып тұрғанына. Міне мына жерде 3 Лениннің мүсіні бар. Кеңес одағының құлағанына 30 жылдан астам уақыт өтті, бірақ әлі күнге дейін мүсіндер жойылмапты. Міне жаңағы айтқан Лениннің мүсіні. Ең үлкені осы екен. Осы ұлттық парктың ішіндегі ең үлкен мүсін. Мен таң қалдыратын сұрақ, уақыт өтті, тарих жаңарды. Неге бұл мүсін әлі тұр? Şeyden başlayayım mı? Nişte 14 gibi var. Ne kupalar dursun var. Дөңгелектерге суретке салайықшы. Абай. Өскемендегі Абай музейі. Кәріс қонысы. Кәрістердің қонысы екен, ежелгі. Міне, төсек жаттықтары, бөлмелері. Керемет күшті екен. Жақыннан бір көрейік. Иә, просто жанынан қарауға болмай ма? Татарлардың қонысы. Өте керемет. Не? Әзербайжан қонысы. Күшті, сондай шағын қалашық. Керемет. Украиндардың үйі. Поляктардың қонысы дейді. Шешендердің тұрғын мұнарасы дейді. Жаңбыр жауып жатыр. Міне грузиндердің үйі. Өте керемет. Ұнап тұр. Servet güzel de gelsin. Ana manastırga kiremiz deb qo'rqib turibdi. Ay masqatdasidir deb so'ramoqchi edim. Бөлме ертістің бүркенісі.
өскеменнің бәйтерегі.